Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін мен тағы кезекті видеоның уақыты келді. Бұл жолы автокөліктегі газ қондырғыларына, яғни ГВО-ға диагностика жасау жолы. Ол үшін бізге осындай USB шнур керек. Бұл шнур саттықта бар, интернет-магазиндерде, Каспий магазинде де бар. Где-то 10 мың мен 20 мыңның аралығында ақшасы. Қатты енді қымбат емес, пайдалануға болады. Үйден өзіміз газға диагностика жасауымызға болады ол шнур арқылы. Екі көлікте менде газдың компьютері Gigatronic. Сода осындай міне диагностика жасайтын разъем шығып тұрады. Осы разъемға жаңа USB-дің бір жағын жалғаймыз. Бір жағын жалғадық. Екінші жағын бауырлар ноутбукке жалғаймыз. Көлікті оталдырып қоямыз. Сосын осында міне бағдарламалары бар. Gigatronic 11.1.03 деген бағдарлама версиясы. Осы бағдарламаны ашамыз. Бұл бағдарламаларды қалай жүктеуге болатындығы жөнінде, яғни қай сайттан жүктеуге болатындығы жөнінде астына сілтеме қалдырып кетемін. Яғни сайттардың сілтемелерін қалдырып кетемін. Тегін жүктеуге болады бұл бағдарламалардың барлығын. Адаман ашқаннан кейін осылай автопоискі жүреді. Сосын жалғанады. Контроллер перезапустился. 255 раз дейді. 255 рет қосылған екен. Мінеке бауырлар, бұл бағдарлама ашылып қосылған кезде осылай көрсетеді. Мына бұрышында міне газдың давлениесі, қазіргі таңдағы мафтачиктегі давлениені көрсетіп тұр. Міне бұл екеуі қалыпты деген сөз. 126 жеңіл көлікке. Менде жеңіл көлік, 2.5 объем мотор, Camry ғой. Бензиннің форсункілері тұр бір қалыпта, айырылып тұр бұл тек. Міне газдың форсункілері жұмыс жасап тұр. Барлығы 3. Бір-бірінен қатты айырмашылығы жоқ. Егер біреу түсіп кетіп жатса, біреу көрсетпей тұрса, біреу жоғары көтеріп келіп жатса, значит сол форсункілерде ақау бар деген сөз газдың. Оны анықтауға болады. Онан кейін газдың температурасы қазіргі, сосын редуктордың температурасы 76. Барлығын өшеді көрсететіні. Енді лямдалар менде жалғанбаған. Айырылатыр маңызды емес. Қозғалтқыштың обороты 660 болып тұр. Нагрузка двигатель 1%. Жақсы деген сөз бұл, қорқатыны жоқ. Астында форсункілер тұр, міне. Форсункілерді тіпті үстінен бассаң айырылып қалады, қарауға болады, каждайын айырып қосыпты. Бір жігіттер жаңа шлангыны астындағы түтігін сығып қарап отырады ғой, форсунка жасай ма, жасамай ма, двигательде, яғни қозғалтқышта өзгеріс бола ма деп. Мына жерден анықтауға болады, мынаны айырып тастауға болады, мынаны айырып тастауға болады үстінен бір бассаң. Үстінен бір бассаң, мысалы, мынаны көрсетейін. Айырылып қалады. Машина переойлап кетті, значит, бұл форсунка жасап тұр. Қайтадан қостым, міне машина қалыпқа келді. Сол сияқты тексеруге болады. Мына жерден бензинге ауыстыру болады. Міне бензинге ауыстырып жүрдім. Бензинге ауысып кетті. Астында мына суретте батырманы басты. Міне бензиннің форсункілері 2. Барлығы қалыпты да, бір-бірінің айырмашылығы жоқ, асып баратқан. Барлығы әдемі жұмыс жасап тұр. Газдың форсункілері сөніп қалды. Қайтадан басам, газға қосады. Газдың форсункілері қосылды. Міне барлығы бірдей. Бірінен аспаттан айырмашылығы жоқ. Значит, бұл жақсы жұмыс жасап тұр деген сөз. Мына жаққа келейік. Мына жақта енді мына дополнительный настройкаға кіріп тұр ғой бұл. Мына жердегі дополнительный настройкаде тұр. Дополнительный настройкаде мынандай бірінші пунктте аварийный запуск на газы деген бар. Яғни сізде далада тұрып қалдыңыз, бензин бітіп қалды делік. Сол кезде ішінде газ бар бірақ. Газбен тікелей қыздырып алып кетуге болады да. Соны мынау разрешение беріп қоясың. Мысалы, мына жерге галочка алып тастасаң, газбен тікелей қыздыра алмайсың еш уақытта. Мұнда галочка қойып қоясың.
мына жерге неше рет кыздырууга дейин уруксат бересиң? 11 рет кыздырууга дейин уруксат берем. Немесе азайтып коем, 10 рет кыздырууга дейин уруксат берем. Содан кийинги порог переключения. Булар енді қатты маңызды емес. Холодный двигатель дейді. 4000 оборотта, 40-та, яғни 40-қа келген кезде, 40 градусқа келген кезде газ қосылады, 4000 оборотта бензинге алып кетеді. Сол жөнінде көрсетіп қойған енді. Содан кейін бізде мына енді міне установка газ контроллер дейтін бағандыкы кірген кезде осындай міне параметрлер шығады газдың. Яғни бұл жерден барлығын өзіміз қоя аламыз. Температура включения, мысалы подключение на газ деген менюде температура включения. Яғни бұл газға ауатын температура. Яғни судың температурасы автокөліктің 40 градусқа көтерілген кезде газға ауады. Мысалы салқын кезде қыздырамыз, оталдырамыз көлікті. Бензинмен қызып тұрады. Одан 40 градусқа жеткен кезде автомат түрде газға ауады. Бұны да өзіміз қалағанымызша қойып алсақ болады. Көбіне енді жаздың күндері 30-ға қойып қояды, қыстың күндері 40-қа, 50-ге қойып жатады. Шамамен бензинге эконом жасауға соның бәрі. Обороты двигателі 600, яғни 600 мен 700-дің ортасында тұрады холостой ходта. Бұл сол маңдарда 40 градуспен көтерілген кезде қалыпты газға ауады. 600-ден төмен түсіп кетсе, ол газға аумайды, оборот 600-ден төмен түсіп тұрса. Анда переойлап жағалмай тұрса, газға аудартпайды ол. Время включения 3 секунд. 3 секундтың ішінде қосылады ол газға. Отключение цилиндра бұл енді маңызды емес, бұны автомат түрде өзі қойып береді. Автонастройка жасаған кезде. Одан теплый старт. Теплый старт деген түсіндіре кетейін. Егер мен теплый стартқа галшы қойсам, бұл деген мен мысалы көлікпен бір жерге келіп тұрдым. Енді бір 5 минуттан кейін көлікті өшіріп тастағам. 5 минуттан кейін қайтадан оталдыруым керек болады. Оталдырған кезде, мысалы мына жерде галшық болмаса, менде бензинмен оталады, сосын температура 40-тан асып тұр екен деп газға ауады. Ал мына жерге мен галшық қойып қойсам, автомат түрде бұл 40-та тұрғанын біледі, автомат түрде газбен қызады, газбен оталады бірден. Бұл енді бензинге эконом жасау үшін осыны қойып алып жүреді ғой көбі. Одан кейін переключение на бензин. Біріншісі мінекі. Минимальный температура газа 0 градус болып кеткен кезде бензинге лақтырып жібереді. Минимальный обороты на газе. Яғни газбен кетканда оборот 420-ға дейін құлап кетсе, машина жүре алмай, жаңа қиналып жатса, перебойлап, жаға алмай бензинге аударып жібереді. Сосын обороты двигателя, тахометр 4000-ға дейін көтеріледі ғой, яғни 4000 оборотта бұл автомат түрде бензинге аударып жібереді газбен кетканда. Нагрузка 100%-да, яғни қатты моторда нагрузка болып кетсе, бензинге аударып жібереді. Мысалы, мен жақта менде көрсетіп тұр, нагрузкасы қазір 1% болып тұр. Температуралардың барлығын көрсетіп тұр, давлениенің өшеді. Одан кейін мына енді рабочий давление 1,33, 0,30 минимум. Бұлар енді стандарт қойылады, жалпы жеңіл көліктерде басқаша, жоғары көліктерде сәл басқаша болады. Внедорожниктерде. Енді ол жөнінде де описание бөліміне жазып кетермін давлениелерін. Тип топлива осы LPG осы да тұрады. Енді бізде дизель емес, бізде бензин, сосын осыған қоямыз. Тип газа форсунка Валтек типе 3OHM. Менде форсунка осы типте. Жигитлдің өзінің форсункасы. Жигитрониктің. Сыртында 3OHM деп жазылып тұрады. Соңғы осыны таңдап қойдым сосын мен.
установка газовый форсунок. Енді бұл маңызды емес, өзі қойылып тұр. Бұл автомат түрде қойып тастайды. Температура редуктора, датчик температура газы стандартқа қойып қойдым, барлығы стандарт. Одан кейін параметрі автомобиля. Газ орнатқаннан кейін қоятын не ғой. Мысалы менде 4 цилиндр ғой, машина көлік 4 цилиндр, сондықтан 4 цилиндр таңдап қойдым. Одан кейін количество цилиндр на катушку дейді. Яғни каждый цилиндрде бір катушка менде. Сондықтан осыны бәрі деп таңдап қойдым. Тип двигателі стандартный. Оның ішінде мысалы міне турбо дегендер тұр да. Турбо болса турбо қойып қоясың, менде стандартный. Осыған қойып қоямын. Одан кейін типі лямбда зонда. Мен оларды енді жалғаған жоқпын. Маңызды емес бұны жалғауды. Ол қатты бензинмен жүріп жатқанда қатты өзгеріс бере қоймайды. Яғни кедергісі жоқ ешқандай. Жалпы осы жөнінде бір түсіндіре кетейін. Кейбір көліктерде осы лямбда зондтың проводы жалған болса, үнемі чек жанып кете береді. Газға қойған кезде чек жанып кете береді. Ошибканың чегі жанып кете береді. Сосын олар көбінесе газовиктерге барған кезде айтады, газға қойған машинаның бәрінде сондай чек жанып тұрады. Ол қорқынышты нәрсе емес. Қорқынышты нәрсе емес, просто көзге қарауға бір көзге щиток прибордан чек жанып тұрса неприятно, да? Жағымсыз. Осы лямбда зондтың проводтарын жалғамай кетеді, содан жанады ол. Лямбда зондтың проводтарын жалғаса, жалғап қойса, ол жанып жатқан газды да есептейді. Газдың компьютеріне хабарын береді, яғни қалыпты жұмыс жасап тұрады. Сосын чек жанбайды. Енді кейбіреулерінде жалғамаса да болады шынымен. Осылай міне бірінші параметрі дейтін бағандағы 3 меню бар. Міне үшеуіне таныстыра кеттім. Одан кейін автонастройка. Автонастройкадан бұрын ошибканы көрсете кетейін. Мынау ошибка. Бұл ошибканы қараған кезде, егер менде лямбда зонд жасамай жатса, я болмаса контроллерде тоқтан бір жерден үзік болса, бәрін өш жерге шығарып береді маған. Сенде ошибка бар, осындай деп өздері түсіндіріп көрсетіп береді. Содан барып мен сол жерде ақауын кетіремін, ремонттаймын. Содан кейін барып астында істереді ошибка дейін бар, соны басып жіберем. Соны ошибканы тазалап жібереді. Сосын барып егер кетпеген болса, ошибка қайтадан шығарып береді. Егер кеткен болса, сол кеткен күйінде қалады өстіп. Мысалы менде қазір ешқандай ошибка жоқ. Жалпы напряжениеде ошибкалар болған, бұрын сақталған ошибкалар ғой. Сохранение ошибка. Салқындай аккумулятордан кішкене слабыйланып барып жататын қыздырған кезде солардан ошибка көрсеткен ғой. Алып деген сияқты. Оны тазалап жіберем, мына стереде ошибканы басып. Тазаланып кетті, тап-таза, ешқандай не жоқ. Одан кейін менде карта бар, регистратор бар. Бұлар енді қатты маңызды емес. Регистраторды қосу керек, оның өзінің отдельный жұмысы бар, олар керек емес. Автонастройка дегенді көрсетейін. Міне газ автонастройка деген бар программада. Міне старт калибровки начата деп бетіне шығып тұр. Міне старт деген міне жасыл кнопка тұр. Міне қасында стоп, старт бассам, автоматты түрде маған настройка жасайды. Түгел автомат түрде тексеріп қойып береді. Яғни бұл процесс жүріп жатқан кезде бір 2 минут, 3 минут жүретін шығар процесс. Машинаның обороты құлайды, көтеріледі, сондай көріністер пайда болып жатады. Мән бермейміз, күтіп отырамыз, өзі түгел тексеріп қойып береді. Давлениелерін бәрін реттеп қойып береді. Егер сол кезде қандай да бір ақау болса, бетіне шығарады өз жерге сізге. Осындай ошибка бар. Осыны жөнде деп. Мысалы, форсункадегі жуклерлардың отверстиялары бар, тесіктері. Біреуінікі кең болып кетуі мүмкін, біреуінікі тар болуы мүмкін. Соларды да шығарып береді. Егер қалыпты болса, ешқандай ошибка шығармайды. Сонда калибровка успешно завершена деп шығады. Мысалы, мен қазір калибровка жасап жүрейін. Автокалибровка. Старты бас. Мінекей жүріп жатыр. Үстіне загрузка толығы до конца толады ғой. Двигатель работает на холостом ходу. Калибровка өзі тексеріп жатыр. Өзі барлығын шығарып береді. Ошибка болса бетіне шығарады.
Мінекей балалар, калибровка закончена деп шығады. Бетіне міне проверьте настройки в движении дейді, яғни маған автомат түрде настройка жасап берді. Окей, жүрген кезде тексеріп көр дейді. Енді бұны жауап тастайын, бұның қажеті жоқ маған. Параметры, ошибка, ешқандай ошибка жоқ. Параметрге кірем, барлығы орында. Автонастройканың кезінде бір ескере кететін жайт, мына параметрлер өзгермейді, бұны өзің қолмен қоясың. 46 мың мысалы 3 секунд, 4 мың оборотта дегендердің барлығы. Автонастройканың кезінде жігіттер жалпы ескере кететін жайт, мына параметрлер өзгермейді. Установка газы контроллер деген, бұны өзің қолдан қоясың. Мысалы 40-600 оборот, мысалы 4000 оборотта бензин ауат деген, бұны өзің қолдан қойып аласың. Ошибка, ешқандай ошибка жоқ. Бауырлар, міне осылай. Бұл жалпы түсінген адамға оңай негізі. Енді газдан бір ақаулар болып сервиске барған кезде де ол кісілерді осы программа арқылы қалап, тексеріп, ошибкасын айтып береді, автонастройкасын жасап береді, параметрлерін қойып береді. Үйден өзіңізде қарап істеуіңізге болады осылай. Аспараттан қиындығы жоқ. Барлығы болғаннан кейін. Жалпы көлікті от алдырып қойып барып қосады ғой енді. Оны басында да айта кеттім ғой. Барлығы болғаннан кейін. Астында бұрышында подключен деген жерге барамыз да. Үстінен бір басып жібереміз. Мына бағдарламаны айырып тастады уже. Болды. Бүйтіп суыра береміз. Рахмет, келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық. Каналдың дамуына атсалысып, лайк басып, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Аман саулықта.